Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, еш қиындықсыз гармошка самса дайындаймыз. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Қамырын жасау үшін 250 мл жылы су керек болады. 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы, 1 шай қасық қант, 1 дана жұмыртқаны жарып саламыз. 50 грамм ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне біртіндеп 700-800 граммдай ұнымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды дайындап қоямыз. Осы самсаның барлық ингредиенттерін граммына дейін описание бөліміне қалдырып кетемін. Міне достар, қамырымыз осындай өте жұмсақ болуы тиіс, қолға жабыспайтын. 15 минутқа целлофанға салып қойып қоямыз. Қамырымыз 15 минут тұрғанша салмасын дайындап қоямыз. Салмасына 500 грамм фарш керек болады. Үстіне 1-2 дана жуамызды турап саламыз. 2 дана картофелімізді турап саламыз. 1 шай қасық тұз, дәміне қарай қара бұрыш салып, сұйық майымызды ішіне құйып, жақсылап араластырамыз. Міне салмасы дайын болды. Келесі кезекте қамырымызды 2-ге бөліп, ыса бастаймыз. Қамырдың бір бөлігін ысып болғаннан соң, екі жағынан осылай жиырып қоямыз, гармошка тәріздес жасаймыз. Енді дәл видеодағыдай фаршымызды салып, самсаларымызды түйе бастаймыз. Барлық самсаларды түйіп болғаннан соң, жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт себеміз. Пешімізге 180 градусқа жарты сағатқа қоямыз. Міне достар, гармошка самсаларымыз дайын болды. Дәмі өте керемет. Қамыры өте жұмсақ, менімен бірге дайындап көріңіздер. Егер де ұнаса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған айым, қош сау болыңыздар. Ас болсын.